Тараздың жазы биыл өзгеше еді. Маусым айының аптап ыстығы таңғы самалды да аямағандай. Қала көшелеріндегі ағаштардың жапырақтары желсіз күннен қозғалыссыз қатып қалған. Күн сәулесі көп қабатты үйлердің терезелерінен шағылысып, ауаны бұрынғыдан бетер ауырлатып тұрған. Қаланың қақ ортасындағы 9 қабатты үйдің 4-ші қабатында орналасқан 2 бөлмелі пәтерде Мөлдір жалғыз отыр еді. Терезені айғара ашық қойғанымен ішке кірген ауа да ыстық болатын. Ас үй үстелінің шетінде буы басылған шай тұр. Бірақ жас келін оған қол созбады. Соңғы кездері тәбеті де бұрынғыдай емес. 7-ші айға аяқ басқан жүктілік денесін ғана емес, жанын да өзгертетін сияқты. Кейде себепсіз қуанып кетеді, кейде көңілі босап, терезеден ұзақ уақыт үнсіз қарап отырады. Бүгінде сондай күндердің бірі еді. Ол баяу ғана орнынан көтеріліп, терезе алдына келді. Қолын ішіне қойды. «Аз қалды балам», деді ішінен ғана. Сәби әлсіз ғана қимылдады. Мөлдірдің жүзіне еріксіз күлкі үйірілді. Бұл үйге көшіп келгендеріне 1 жылдан енді ғана асқан. Алғаш келген күндері мұнда тұру мүмкін емес сияқты көрінген. Қабырғалардың сылағы түсіп жатқан, ескі тұсқағаздар сарғайып кеткен. Ас үйдегі құбырлардан су тамшылап тұратын. Еденнің линолеумы кей жерінен жыртылған. Бірақ Аян ешқашан шағымданған емес. Бәрін өзіміз жасаймыз деген. Солай болды да. Күнді жұмыста жүрсе, кешке дейін дүкен аралап құрылыс материалдарын таситын. Демалыс сайын қолына қалақ алып, қабырғаны сылап тұсқаға жапсырды. Мөлдір де қарап отырмады. Қолынан келгенінше көмектесті. Екеуі бірге таңдап алған ашық түсті перделерді ілген күні үй мүлде өзгеріп кеткендей көрінді. Сол күні Аян күліп, «Үй деген қабырға емес екен, үй деген ішіндегі адамдар екен» деген. Мөлдір сол сөзді әлі ұмытқан жоқ. Бұл пәтер өздерінің меншігі болмаса да, әр бұрышына маңдай тері сіңген мекенге айналған еді. Ал олардың ең үлкен арманы бұл емес. Қаланың шетіндегі шағын жер телімінде жаңа үйдің құрылысы басталған. Іргетасы құйылып, қабырғасы көтеріле бастаған. Аян жұмыстан кейін күн сайын сонда соғады. Әр кірпішті қолымен тексеріп шығады. «Ұлымыз дәл осы үйде алғашқы қадамын жасайды» дейтін ол. Мөлдір ондай сөздерді естіген сайын іштей Алладан сол күнді ғана тілейтін. Өмірдің бұдан артық бақыты жоқ сияқты көрінетін. Бірақ адам тағдыры кейде ең жарық күннің өзінде көлеңкесін білдірмей жақындайды екен. Ас үй үстеліндегі телефонның дірілі тыныштықты бұзып жіберді. Экранда бір ғана есім жазылып тұр. Кәмшат әпке. Мөлдір еріксіз қабағын түйді. Бұл әйелдің қоңырауы ешқашан жайдан жай болмайтын. Ол терең тыныс алып барып тұтқаны көтерді. «Иә, тыңдап тұрмын». Арғы жақтан жылы амандасу да естілмеді. Дауысы бұрынғыдай салқын. «Мөлдір, Аян үйде ме?» «Жоқ, жұмыста». «Жақсы, онда сені тыңда». Мөлдірдің жүрегі белгісіз себеппен шым ете қалды. «Сендерге 2 апта уақыт». «Не үшін?» «Пәтеп босатасыңдар». Мөлдір алғашында дұрыс естімедім бе деп қалды. «Кешіріңіз, қалай?» 2 аптаның ішінде көшесіңдер». Дауыста ешқандай өкініш байқалмайтын, тек бұйрық, суық бұйрық. «Бірақ біз сізбен басқа нәрсеге келіскен жоқ па едік? Үй біткенше тұрасыңдар деген өзіңіз емес пе? Жағдай өзгерді. Не болды? Ол сені қызықтырмайды». Мөлдір үнсіз қалды. Бойын белгісіз үрей билей бастады. «Кәмшат әпке, менің босануыма 2 ай ғана қалды. Білемін. Қазір пәтер табу оңай емес. Ол менің мәселем емес». Мөлдір көзін жұмды. Дауысы әрең шықты. «Біз бар ақшамызды құрылысқа салып қойдық. Маған бәрібір». Телефонның ар жағында бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын Кәмшат тағы сөйледі. 2 апта. Соңғы сөз осы болды. Қоңырау үзіліп кетті. Мөлдір біраз уақыт телефонды қолынан түсірмей тұрды. Бөлме іші бұрынғыдан да тарылып кеткендей. Құлағында бір ғана сөйлем жаңғырып тұр. 2 апта.
Ол орындыққа жайлап отырды, қолын ішіне қойды. Сәби тағы қозғалды. «Қорықпа», деді ол күбірлеп. Бірақ дәл сол сәтте өзі қорқып отырғанын түсінді. Кешкі 7 шамасында есік ашылды. Аян үйге әдеттегідей көңілді кірді. Қолында құрыз дүкенінен алған бірнеше пакет. «Қарашы, жеңілдікке жақсы шамдар түсіпті. Жаңа үйдің дәлізіне дәл келеді». Ол сөйлемін аяқтай алмады. Мөлдірдің жүзін көрген бойда қолындағы пакеттерін еденге қоя салды. «Не болды?» Мөлдір үндемеді. Телефонды ғана созды. Кәмшат әпке хабарласты. Аян күлімсіреген күйі: «Не дейді?» «2 аптаның ішінде көшіңдер», деді. Күлімсіреу бір сәтте жоғалып кетті. «Қалай көшіңдер?» «Солай», деді. Әзілдеп тұрған шығар. «Жоқ». Мөлдір болған әңгімені түгел айтып берді. Аян үнсіз тыңдап шықты. Ол ештеңе демеді. Тек терезеге барып ұзақ тұрды. Қала шамдары біртіндеп жана бастаған. Бірақ оның жан дүниесінде дәл қазір бір жарық сөніп қалғандай еді. Кәмшаттың мұндай әрекетке баратынына сенгісі келмеді. Өйткені ол әпкесін әлі күнге дейін өзін қиын күнде жетектеген адам ретінде көретін. Мұның артында бір себеп бар. Ол өзін өзі осы оймен жұбатқысы келді. Бірақ жүрегінің түбінде бұрын соңды болмаған күдік оянып келе жатқанын өзі де сезбеді. Ал сол сәтте қаланың басқа бір шетінде Кәмшат телефон арқылы әлдекіммен сөйлесіп тұр еді. «Иә, уайымдамаңыз. Пәтер 2 аптадан кейін босайды». Арғы жақтан әлдене айтылды. Кәмшат жымиып жіберді. «Жоқ, олар ештеңеден күдіктеніп отырған жоқ». Ол қоңырауды аяқтап, үстелдің тартпасынан ескі сарғайған бір бума қағазды алып шықты. Бір сәт үнсіз қарап тұрды. Сосын қайтадан кодтап қойды. «Кешір інім, бірақ бұл өмірде аңқау адамдар ғана ұтылады». Терезенің ар жағында күн баяу батып бара жатты. Ал дәл сол кеште ешкім білмейтін тағы бір қауіп Аян мен Мөлдірдің салынып жатқан үйіне қарай үнсіз жақындап келе жатқан еді. Түн ортасы ауғанымен Аянның көзіне ұйқы кірмеді. Терезе алдында үнсіз тұрған күйі қаланың жарығына қарап отырды. Тарас түнде ерекше тынышталып кететін. Көшедегі сирек көліктердің жарығы ғана қараңғылықты қақ жарып өтіп жатты. Ал оның жан дүниесінде бір-біріне қарама-қайшы еркі-сепсіз арпалысып жатқан. Бір жағында өмір бойы өзіне қамқор болды деп сенген әпкесі. Екінші жағында дәл сол әпкесі жүкті әйелін 2 аптаның ішінде үйден шығарып жібермек. Аян мұның ешқайсысын ақылына сыйғыза алмады. Мөлдір де ұйықтамаған. Ол күйеуінің үнсіздігін бұзғысы келмеді. Кейде адамның ішіндегі дауылды сөзбен тоқтату мүмкін емес екенін жақсы білетін. Біраз уақыттан кейін ғана Аян ауыр күрсінді. «Мөлдір, сен Кәмшат туралы бұрыннан күмәнданатын едің ғой?» Мөлдір жай ғана басын изеді. «Бірақ саған ешқашан қарсы сөйлегім келмеді». Аян үнсіз қалды. Расында да, Мөлдір бірнеше рет Кәмшаттың оғаш әрекеттерін байқаған. Бірақ әр жолы күйеуінің әпкесіне деген құрметін ойлап, артық сөз айтпайтын. Өйткені бұл отбасының өткенін ол жақсы білетін. Осыдан 14 жыл бұрын. Күздің қара суығы жаңа басталған кез. Аян 16 жаста еді. Сол күні оның өмірі бірақ сәтте өзгерген. Ата-анасы Шу тас жолында болған жол апатынан көз жұмды. Қаралы хабар бүкіл әулетті есеңгіреткен. Аян бірнеше күн бойы ешкіммен сөйлеспеді. Өмірдің мәні жоғалғандай көрінді. Ал Кәмшат болса, сол кезде 20 жастағы жас келіншек еді. Күйеуі Дәуренмен енді ғана шаңырақ көтерген. Сол күндері ол расында да інісін жетектеп жүрді. Құжат жинады, мектебіне барды, қамқоршылық рәсімдеді. Ауылдағы ағайындардың бәрі әпкесі болмаса, бала жетім қалар еді деп айтып жүрді. Аян да солай ойлады. Содан бері әпкесіне деген алғысы ешқашан азайған емес.
Бірақ жылдар өте бәрі байқалмай өзгере бастады. Колледжге түскен соң Аян шәкіртақы алатын. Кәмшат: ақшаңды өзім ұстайын, сен әлі жассың, қайда жұмсарыңды білмейсің дейтін. Аян қарсы болмайтын. Кейін жұмысқа орналасты. Бағдарламашы ретінде алғашқы айлығы түскенде де қуанып келген. Кәмшат тағы да күлімдеп: үйдің шығыны көп қой, коммуналдық төлем бар, балалар өсіп жатыр, ақшаңды маған бере сал, өз қажетінді айтсаң болды деген. Аян тағы да келіскен. Айлар өтті, жылдар өтті. Бірте-бірте бұл қалыпты жағдайға айналды. Айлық түскен сайын ақшаның басым бөлігі әпкесінің қолына баратын. Ал өзі бұған ешқашан есеп сұрамады. Отбасы үшін ғой деп ойлайтын. Дәурен ғана кейде сыртынан қарап күрсінетін. Бір күні кешкі ас үстінде: Аян, өзіне де ақша жинағаның дұрыс шығар деген. Кәмшат бірден сөзді бөліп: сен араласпай-ақ қой, өз інімді өзім білемін. Сол кезде Дәурен үнсіз қалған. Бірақ оның жүзіндегі өкінішті Аян байқамаған еді. Уақыт өте келе Кәмшаттың мінезі өзгере түсті. Бұрынғы мейірімді әпкенің орнын бәрін бақылап отырғысы келетін әйел басқандай болды. Аян жұмыстан кешіксе: қайда жүрсің? Телефон алмаса: неге көтермедің? Демалыс күні достарымен кездессе: үйдің шаруасы аз ба? Алғашында мұның бәрін қамқорлық деп қабылдаған. Бірақ кейін мөлдір өміріне кірген соң жағдай тіпті қиындай түсті. Кәмшат мөлдірді бірінші күннен қабылдай алмады. Сырттай күліп қарсы алғанымен, жанарындағы салқындық жас келіннің назарынан тыс қалмаған. Сол күнгі дастарқан басында айтылған әр сөз әлі күнге дейін есінде. Қызым, қай жақтың қызысың? Деген Кәмшат. Жамбыл ауданынанмын. Әкең не істейді? Мөлдір сәл кідіріп: әкем бізден ерте кеткен, мені анам өсірді. Кәмшат үнсіз ғана жымиған. Бірақ сол жымиыстың артында мысқыл жатқанын мөлдір анық сезген. Кейін шай үстінде тағы сұрақтар басталды. Өз үйлерің бар ма? Анаммен бірге тұрамыз. Қалада пәтерлерің жоқ па? Жоқ. Түсінікті. Осы бір түсінікті деген сөздің астарында қаншама күмән жатқанын сол күні мөлдір жүрегімен сезді. Сол кештен кейін Кәмшат Дәуренге: көрдің бе, ештеңесі жоқ қыз екен, ертең біздің Аянды шыр айналдырады деген. Дәурен сонда алғаш рет адамды байлығына қарап бағалама деп қарсы шыққан. Бірақ Кәмшат тыңдамаған. Қазіргі уақыт мөлдір төсекте үнсіз жатқан күйі өткен күндерді еске алды. Сол кезде байқалған күдіктердің бәрі бүгін шындыққа айналып жатқандай. Ол ақырын ғана: Аян, иә, біз бұл қиындықтан да өтеміз. Аян әйелінің қолын қысты. Өтеміз. Бірақ осы сөзді айтқанда өзінің де оған толық сенбей тұрғанын іштей сезді. Сол түні олардың еш қайсысы ұйықтай алмады. Ал дәл сол уақытта қаланың екінші шетінде Кәмшат ескі құжаттарды үстел үстіне жайып қойған еді. Қағаздардың арасынан сарғайған бір конвертті шығарып қабағын түйді. Мұны ешкім көрмеуі керек. Ол конвертті қайтадан шкафтың ең түбіне жасырды. Бірақ дәл сол сәтте есіктің сыртында біреудің тұрғанын Кәмшат байқамады. Тараздың шет жағындағы жаңа ықшам аудандардың бірі соңғы жылдары адам танымастай өзгеріп кеткен еді. Кеше ғана бос жатқан кең алқаптың орнына бірінен кейін бірі еңселі үйлер бой көтеріп жатты. Бір жерде кірпіш қаланып жатса, енді бір жерде шатыр жабылып, үшінші көшеде жаңадан көшіп келген отбасының балалары велосипед теуіп жүретін. Сол көшелердің біріндегі 300 шаршы метр жер телімі Аянның ең үлкен арманы болатын. Жердің өзі аса үлкен емес, бірақ Аян үшін бұл жай ғана жер емес еді. Бұл болашақ. Бұл өз қолымен тұрғызатын шаңырақ.
Бұл ұлының алғаш тай-тай басатын үйі. Әр сенбі сайын таңғы 7 болмай жатып, Аян құрылыс алаңына келетін. Жұмысшылардың бәрімен амандасып шығатын. Бірі цемент араластырып жатса, енді бірі қабырға қалап жатады. Ол ешқашан өзін бастық сияқты ұстамайтын. Керісінше, әр кірпішті қолымен ұстап көріп, әр жұмыстың қалай жүріп жатқанын сұрайтын. Аян аға, бүгін мына қабырғаны толық көтереміз, деді тас қалаушы Бекзат. Асықпаңдар, ең бастысы сапасы, деді Аян күлімсіреп. Уайымдамаңыз, өз үйіміздей салып жатырмыз. Аян басын изеді. Ол осы сөзді естіген сайын көңілі жайланып қалатын. Біраздан кейін құрылыс алаңына ақ түсті жеңіл көлік тоқтады. Көліктен мөлдір түсті. Қолында 2 пакет, бірінде самса, екіншісінде ыстық шай. Сен тағы өзің көтеріп келдің бе, деді Аян жүгіріп келіп. Ештеңе етпейді. Дәрігер де көп қозғалған дұрыс деді. Бірақ ауыр көтерме деп айтқан. Мұның несі ауыр? Аян үндемей пакеттерді қолынан алды. Мөлдір күлімсіреп күйеуіне қарады. Соңғы күндері оның жүзі қатты шаршап жүрген. Үй мәселесі, құрылыс, жұмысы, бәрі бір адамның мойнына түскендей. Не болды, деп сұрады Мөлдір. Ештеңе. Маған өтірік айтпа, Аян ауыр күрсінді. Кәмшаттың кешегі сөзі маза бермей жүр. Мөлдір үнсіз қалды. Ол да сол әңгімені ұмыта алмай жүрген. Мүмкін шынымен бір қиындыққа тап болған шығар. Егер қиындық болса, неге ашық айтпайды? Білмеймін. Екеуі құрылыс алаңындағы ескі орындыққа отырып шай іше бастады. Бір сәтке бәрі бұрынғыдай көрінді. Күн жарқырап тұр. Құрылыс жүріп жатыр. Болашаққа деген үміт те бар. Бірақ дәл осындай тыныштықтан кейін тағдыр ең ауыр соққысын жасайтынын олар қайдан білсін. Сол күні түстен кейін құрылыс инженері Ерлан келді. Ол Аянның университеттен бергі ең жақын досы болатын. Екеуі студент кезде бір бөлмеде тұрған. Қиындықты да, жоқшылықты да бірге көрген. Ерлан құрылыс алаңын асықпай аралап шықты. Қабырғаларды тексерді, іргетасты қарады. Сосын электр сымдары жүргізіліп жатқан жерге ұзақ қарап қалды. Не болды, деді Аян. Ерлан жауап бермеді. Тағы бір рет еңкейіп қарады. Мына сымдарды кеше кім тартты? Электриктер. Қайсысы? Нұрлан деген жігіт. Ерлан қабағын түйді. Қызық. Не қызық? Бұлай жалғауға болмайды. Неге? Уақытша болса да қауіпсіздік сақталуы керек. Сонда біреу асығыс істеген сияқты. Аян мән бермеді. Кейін дұрыстап қояр. Жоқ. Ерлан бақын шайқады. Мұндай нәрседе кейін болмайды. Ол сымды қайтадан қолымен ұстап көрді. Кешке дейін ауыстырып жіберемін. Әуре болма. Әуре емес. Бұл үй сенікіндей менікі де. Аян досының иығынан қақты. Рахмет. Күн еңкейіп қалған. Жұмысшылар тарай бастады. Мөлдір көлікке отырып кетер алдында салынып жатқан үйге ұзақ қарап тұрды. Қабырғалар көтеріліп қалыпты. Терезелердің орны анық көрінеді. Ол көз алдына дайын үйді елестетті. Қонақ бөлмесінде жаңа жылдық шырша, ас үйде самауырдың буы, ал кішкентай Әлихан аулада жүгіріп жүр. Осы ойдан жүзіне еріксіз күлкі үйірілді. Не ойлап тұрсың, деді Аян. Бақытты өмірді. Аз қалды. Иә. Екеуі көлікке отырып кетті. Олар кеткен соң құрылыс алаңы қаңырап бос қалды. Күн де батып бара жатты. Көшеде ешкім жоқ сияқты көрінді. Бірақ бірнеше минуттан кейін қара түсті ескі көлік алыстан баяу келіп тоқтады. Көліктен күнғағар көзілдірік киген ер адам түсті. Ол жан-жағына қарап алды. Ешкімнің жоқ екеніне көзі жеткен соң ғана қоршаудың ішіне кірді. Қалтасынан кішкентай кілт шығарып электр қалқанын ашты. Бірнеше минут бойы әлденемен айналысты. Сосын қалқанды қайта жауып, ештеңе болмағандай көлігіне отырып кетіп қалды. Оның жүзін қараңғылық анық көрсетпеді.
Тек алыстап бара жатқан көліктің артқы шамдары ғана көрініп тұрды. Дәл сол сәтте көшенің арғы бетінде құрылыс инженері Ерлан бір құжатын ұмытып кеткенін есіне алып қайта бұрылып келе жатқан еді. Ол алыстан кетіп бара жатқан көлікті көріп еріксіз тоқтап қалды. Бұл кім болды екен? Ерлан күмәндана құрылыс алаңына қарай асыға жүрді. Ал оны алда қандай көрініс күтіп тұрғанын ол әлі білмейтін. Ерлан қоршаудың қақпасын асығыс ашып кірді. Қараңғылық қоюланып қалған. Құрылыс алаңында күндізгі қарбаластан еш белгі жоқ. Жел де басылып, жаңа қаланған кірпіштердің арасынан цементтің иісі ғана аңқып тұр. Ол бірден электр қалқаны тұрған жерге беттеді. Аз ғана бұрын алыстап кеткен қара көлік көз алдынан кетер емес. Бұл уақытта мұнда кімнің шаруасы бар деген ой маза бермеді. Ерлан қалқанның есігін ашып жіберді. Ішіндегі сымдарға қол шамын түсіріп еді. Қабағы бірден түйілді. Бұл қалай? Күндіз өзі дұрыстап кеткен жалғаудың орны қайтадан өзгерді өтті. Бірнеше сымның оқшаулағышы әдейі кесілген. Кәдімгі электрші мұндай қателік жібермейтін. Бұл жұмысты бірдеңе түсінетін адам жасаған. Ерлан қалтасынан телефон шығарып бірнеше суретке түсіріп алды. Бірақ Аянға дәл қазір хабарласуға асықпады. Мүмкін өзім артық ойлап тұрған шығармын, деп өзін жұбатқысы келді. Соған қарамастан электр қалқанын қайтадан дұрыстап бекітіп құлыптады. Үйіне қайтып бара жатып, көңілі еш орнына түспеді. Сол түні Аян мен Мөлдірдің пәтерінде де тыныштық болған жоқ. Мөлдір ас үйдегі кішкентай үстелге отырып, үйдің шығындарын жазып отырды. Қолындағы ескі дәптердің әр бетінде сам ғана. Кірпіш, арматура, цемент, шатыр материалы, терезеге алдын ала төленген ақша, жұмысшылардың еңбек ақысы. Әр жолды көрген сайын жүрегі қысылатын. Бар жиған тергендері сол үйге кетіп жатқан. Тіпті анасы Бибігүл апайда өмір бойы жинаған азын аулақ ақшасын «Балам, өз үйің болғаннан артық бақыт жоқ» деп әкеліп берген. Сол ақшаның бір тиыны да босқа жұмсалмаған. Ал енді 2 аптадан кейін жалдап отырған пәтерден де шығу керек. Мөлдір дәптерді жапты. Көзінен еріксіз жас ыршып кетті. Аян үндемей келіп жанынан отырды. Қорқып отырсың ба? Мөлдір жасын білдірмеуге тырысып күлген болды. Өзім үшін емес. Қолын ішіне қойды. Мына кішкентай үшін қорқамын. Аян әйелінің алақанын өз қолына алды. Мен екеуіңді еш қашан далада қалдырмаймын. Білемін. Қажет болса, өзім тәулік бойы жұмыс істеймін. Ақша бәрін шешпейді ғой. Аян үнсіз қалды. Шынында да кейбір мәселелерді ақша емес, адамның ниеті шешетін. Ал Кәмшаттың ниеті соңғы күндері мүлде түсініксіз болып кеткен. Сол мезетте қаланың екінші шетінде Кәмшат ұйықтай алмай отыр еді. Үстен үстінде жалғыз шам жанып тұр. Ал алдында бірнеше құжат пен телефон жатыр. Телефон безілдеп қоя берді. Экранда Жанар деген жазу шықты. Иә, пәтер мәселесі шешілді ме? Шешіліп жатыр. Маған ұзақ күтуге болмайды. Айдың басында кіруім керек. Кіресің. Әлгі жастар қиындық шығарып жүрмей ме? Кәмшат мысқылдай күлді. Қиындық шығарса да, нәтиже өзгермейді. 2 аптадан кейін пәтер бос болады. Жанар үнсіз қалды. Бағасын өзгертпейсің ғой? Жоқ. Онда келістік. Қоңырау үзілді. Кәмшат телефонды үстелге қойып терезеге қарады. Көңілі жайланғандай болды. Ақыры бәрі мен ойлағандай болады. Бірақ сол сәтте артқы бөлмеден Дәурен шықты. Ол әңгіменің біразын естіген еді. Тағы да сол пәтер ме? Кәмшат жауап бермеді. Аянға шындықты неге айтпайсың? Қандай шындық? Сен бұл пәтерді ақша үшін қайтарып алып жатырсың. Ақша жаман нәрсе емес. Бірақ туған інінді далаға шығару жаман нәрсе. Кәмшат орнынан баяу тұрды. Сен тағы бастама. Мен бастамаймын, сен тоқтамайсың. Дәуреннің дауысы бұрынғыдан өзгеше еді. Онда қорқыныш емес,
шашау басым болатын. Осы соңғы жылдары өзіңді танымай қалдым, Кәмшат. Өзгерген мен емес. Онда кім? Адамдар. Жоқ. Дәурен басын шайқады. Өзгерген сенсің. Кәмшат қабағын түйді. Егер тағы да менің ісіме аралассаң, не істейсің? Екеуі біраз уақыт үнсіз бір-біріне қарады. Ақыры Кәмшат бұрылып кетті. Ал Дәурен алғаш рет әйелінен қорықпай тұрғанын өзі де байқамады. Түн ортасы, құрылыс алаңы. Жел күшейе бастаған. Көшедегі шамдардың жарығы жаңа көтерілген қабырғаларға түсіп тұр. Қоршаудың ар жағынан әлдекімнің көлеңкесі жылжып өтті. Бірнеше секундтан кейін сол көлеңке электр қалқанының жанына тоқтады. Қолындағы шамды жақты. Бір нәрсені мұқият тексерді. Сосын қалтасынан кішкентай бөтелке шығарып, ағаш материалдардың бір бұрышына әлденені сеуіп шықты. Қараңғыда оның не екені анық көрінбеді, бірақ иісі өткір еді. Әлгі адам артына бір рет бұрылып қарады да үнсіз жоғалып кетті. Одан бірнеше минут өткенде алыстан найзағайдың күркіреген үні естілді. Аспанды қара бұлт торлай бастады. Ал құрылыс алаңындағы әлгі белгісіз иіс жаңбырмен араласып көзге көрінбейтін үлкен апаттың хабаршысындай ауаға таралып бара жатты. Таң бозарып атқанымен тараздың аспаны түнеріп тұрды. Қалың бұлт күннің көзін жасырып қаланы меңіреу тыныштыққа бөлеген. Кейде алыстан күннің күркірегені ғана естіліп қояды. Табиғаттың өзі бір жамандықты сезгендей. Аян сол түні көз ілмеген еді. Таңғы 6-да орнынан тұрып, жуынған соң ас үйге шықты. Мөлдір де ұйықтай алмапты. Ол үнсіз ғана шай құйып отыр екен. Екеуінің арасында бұрынғыдай еркін әңгіме жоқ. Бір-біріне қарап бәрін түсінеді. Құрылысқа барамын, деді Аян. Ертерек қайт. Жарайды. Мөлдір күйеуін есікке дейін шығарып салды. Аян кетіп бара жатқанда, оның артынан ұзақ қарап тұрды. Жүрегі тағы да әлденені сездіріп тұр. Құрылыс алаңына келгенде Ерлан әлде қашан сонда екен. Ол электр қалқанының жанында үнсіз тұрды. Аян оның жүзінен бірдеңенің дұрыс емес екенін аңғарды. Не болды? Ерлан сөзін бірден бастамады. Телефонын шығарып, кеше түнде түсірген суреттерді көрсетті. Мынаны қара. Аян суретке үңілді. Не көріп тұрмын? Кеше кешке мен кеткеннен кейін біреу электр жүйесін қайта ашқан. Қалай? Мына сымдарды қарашы. Бұларды әдейі өзгерткен. Аян таңырқап қалды. Мүмкін жұмысшылар шығар. Жоқ. Неге? Себебі жұмыстың бәрі аяқталғаннан кейін бәрі кеткен. Ерлан терең дем алды. Оның үстіне не? Біреу мұнда түнде болған. Аян айналасына қарады. Оны қайдан білдің? Ерлан қоршаудың жанындағы дымқыл топырақты көрсетті. Жаңбыр әлі жаумағандықтан жерде анық іздер қалыпты. Ауыр көліктің дөңгелегі. Ал оның қасында ер адамның аяқ киімінің ізі анық көрінеді. Бұлар кеше болған жоқ. Аян үнсіз қалды. Кеудесін түсініксіз мазасыздық қыса бастады. Осы кезде оның телефоны шырылдады. Экранда бұрыннан көрмеген есім тұр. Райхан апа. Аян бір сәт таңырқап қалды. Бұл әкесінің туған қарындасы. Соңғы рет бірнеше жыл бұрын ғана сөйлескен. Амансыз ба апа? Сәлеметсің бе балам? Даусы әлсіз естілді. Жұмыстасың ба? Иә. Бүгін маған келе аласың ба? Бірдеңе болды ма? Райхан апа біраз үнсіз қалды. Саған көрсететін бір нәрсем бар. Не нәрсе? Телефонмен айтылмайды. Маңызды ма? Өте маңызды. Онда кешке барамын. Күтемін балам. Қоңырау үзілді. Аян ойланып қалды. Райхан апа ешқашан себепсіз шақырмайтын. Кешке қарай Аян ескі қаладағы шағын үйдің алдына келді. Бұл үйге бала кезінде ата-анасымен бірге жиі келетін. Содан бері ештеңе өзгермегендей. Ескі өрік ағашы, көк түске боялған қақпа, ағаш орындық.
Райхан апа есікті өзі ашты. Жас ұлғайса да, жүзіндегі мейірім өзгермепті. Кел балам. Үйге кірген соң дастархан жайылды. Бірақ шай ішуге екеуінің де зауқы соқпады. Райхан апа орнынан баяу тұрды. Ескі сандықтың жанына барып, түбінен шаң басқан матамен оралған бір түйіншекті алып шықты. Оны ақырын ғана Аянның алдына қойды. Аш. Аян матаны шешті. Ішінен сарғайған конверт шықты. Конверттің сыртында әкесінің қолтаңбасы анық көрініп тұр. Балаларыма. Аянның жүрегі дүрсілдеп кетті. Бұл әкең маған қалдырған. Неге? Райхан апа көзін төмен салды. Ол кезде бірдеңені сезген шығар. Аян үнсіз конверт ашты. Ішінен бірнеше парақ шықты. Әкесінің анық жазуы. Алғашқы сөйлемді оқыған сәтте-ақ Аянның жан дүниесі төңкеліп кеткендей болды. Егер бұл хат сендердің қолдарыңа тисе, демек менің сендерге айтарымды өмірдің өзі айтып үлгермеген екен. Аян әрі қарай оқуға батылы жетпей тоқтап қалды. Қолдары дірілдеп кеткен. Апа, оқы балам. Ол қайтадан хатқа үңілді. Келесі жолда әкесі жазған бір сөйлем бар еді. Сол сөйлем оның осы уақытқа дейін сеніп келген бүкіл өмірін бір сәтте өзгертетінін Аян әлі білмейтін. Аянның қолы дірілдеп тұрды. Сарғайған хаттың әр жолы әкесінің даусындай анық естілгендей болды. Қымбатты қызым Кәмшат, ұлым Аян. Егер бұл хат сендердің қолдарыңа түссе, демек мен айта алмай кеткен сөзімді қағазға қалдырған екенмін. Аянның жанары бұлдырап кетті. Райхан апа үнсіз отыр. Ол 20 жыл бойы осы сәттің келетінін күткендей. Аян хатты әрі қарай оқи бастады. Екеуің мен үшін бірдейсіңдер. Сондықтан қай үй, қай дүние болса да, екеуіңе тең киесілі болуы керек. Қаладағы пәтерді уақытша Кәмшаттың атына рәсімдеуге мәжбүр болдық. Себебі Аян кәмелетке толмаған. Кейін бәрін заңды түрде тең бөліп аласыңдар деп сенемін. Аян оқуды тоқтатты. Көзі бір нүктеге қадалып қалған. Жүрегі бұрын соңды мұндай ауырлықты сезінбеген шығар. Демек, даусы қарлығып шықты. Пәтер. Райхан апа баяу ғана басын изеді. Иә балам. Ол екеуіне арналған. Аян орындықтан тұрып кетті. Бөлме кенет тарылып кеткендей. Ол терезе алдына барып ұзақ тұрды. Жылдар бойы бірде-бір рет әпкесінен күмәнданбаған. Әпкесі не айтса соған сенген. Қолына түскен айлығын берген. Ата-анасының үйінен де бас тартуға дайын болған. Тіпті өзіне тиесілі болуы мүмкін пәтерді де ешқашан сұрамаған. Ал бүгін оның бүкіл өмірі жалғанның үстіне құрылғандай көрінді. Неге үндемедіңіз? Райхан апа ауыр күрсінді. Мен де сен секілді Кәмшаттың анаңның аманатын орындайтынына сендім. Сонда осы уақытқа дейін. Иә, бәрін білгенсіз бе? Білдім. Неге айтпадыңыз? Қария көз жасын сүртіп алды. Қателестім балам. Үнінде өкініш бар еді. Өздері кенісіп алар деп ойладым. Бірақ келіспепті. Иә. Бөлмеге үнсіздік орнады. Дәл осы уақытта мөлдір үйде жалғыз отырған. Қолындағы кішкентай көк түсті тоқылмаған жүннен нәрестеге арналған кеудешені баяу ғана сипап қойды. Оны кеше ғана сатып алған. Болашақ ұлы дүниеге келген күні кигіземіз деп армандаған. Іші тағы да қозғалды. Әкең қазір келеді, деп күлімсіреді. Бірақ сол сәтте жүрегі бір түрлі шым етті. Түсініксіз, мазасыздық. Соңғы күндері бұл сезім жиілеп кеткен. Ол терезеге жақындады. Көкжиекке қара бұлт үйіріліп қалыпты. Жел де күшейіп келеді. Жаңбыр жауатын болды, деп күбірледі. Қаланың сыртындағы құрылыс алаңында ешкім жоқ еді. Жұмысшылар әлде қашан қайтқан.
Жел көтеріліп, жаңадан қаланған қабырғалардың арасымен гүлдеп өтіп жатты. Бір бұрышта ағаш тақтайлар үйіліп тұр. Жанында электр қалқаны. Кенет әлсіз ғана ұшқын жылт етті. 1 секунд, 2 секунд. Сосын бәрі қайта тынышталып қалғандай болды. Бірақ бірнеше минуттан кейін әлгі ұшқын тағы пайда болды. Бұл жолы ұзағырақ. Электр сымының қызған иісі ауаға тарады. Ұшқын ағаш тақтайларға жеткен жоқ. Бірақ олардың үстіне кеше-кешке төгілген белгісіз сұйықтық баяу буланып жатқан. Тағы бір ұшқын. Осы жолы кішкентай көк жалын пайда болды. Жел оны бірден үрлеп әкетті. Бірнеше секундтың ішінде от тақтайлардың шетін шарпыды. Ал келесі минутта жалын адам бойынан асып кеткен еді. Сол уақытта Аян көлігімен Райхан апаның үйінен шығып келе жатқан. Көңіл астан-кестең. Әкесінің хаты қолынан түспейді. Кенет телефоны безілдеп қоя берді. Экранда Ерланның аты жанып тұр. Аян бірден тұтқаны көтерді. Есарғы жақтан. Ентіккен дауыс естілді. Аян, не болды? Қайдасың? Қаладамын. Тез жет. Неге? Ерланның даусы дірілдеп кетті. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Не болды үйге? Өрт. Аянның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Не дейсің? Үй жанып жатыр. Телефон ар жағынан өрт сөндіру көлігінің сиренасы анық естілді. Тез кел! Қоңырау үзіліп кетті. Аян көлігін бірден кері бұрды. Газды барынша басты. Көзіне ештеңе көрінбей кетті. Құрылыс алаңына жақындаған сайын көк түтін аспанға көтеріліп жатқанын көрді. Бірнеше көше қалғанда қызыл жалын алыстан анық байқалды. Жүрегі тарсылдап кетті. Жоқ, деп күбірледі. Жоқ. Көлік тоқтай салысымен ерқыбыке атып шықты. Алдындағы көрініске сенер емес. Бірнеше ай бойы тұрғызған армандары, бірнеше жылдың еңбегі, болашақтарының іргесі. Бәрі қызыл жалынның ішінде тұр еді. Өрт сөндірушілер су шашып жатыр. Ерлан алыстан жүгіріп келе жатыр. Бірақ Аян ештеңені естімейтіндей. Оның көзі тек жалынға қадалған. Дәл сол сәтте бір қабырға шытынап барып. Қатты күрсумен құлап түсті. Аян сол жерге тізерлей отыра кетті. Ал бірнеше шақырым жердегі пәтерде мөлдір кенет ішін ұстап қалды. Жүрегі тарсылдап, тынысы тарылып кетті. Бір тамшы жас бетінен сырғып түсті. Өзі де түсінбеді. Бірақ ана жүрегі бір жамандықтың болғанын сезген еді. Өрт таңата ғана толық сөндірілді. Кеше ғана үмітке толы болған құрылыс алаңы енді қара күйеге боялған үнсіз мекенге айналған. Қабырғалардың жартысы құлаған. Шатыр жабуға дайын тұрған ағаштардың орнына күйген көмір ғана қалған. Ауада әлі де күйік пен түтіннің өткір иісі сезіледі. Аян сол күйі түнімен еш қайда кеткен жоқ. Ол өртенген үйдің алдында үнсіз тұрды. Ерлан бірнеше рет, үйге қайт, демал, деді. Бірақ Аян естіген жоқ. Ол көзін бір нүктеден алмай тұрды. Бұл үйде қанша арман жатқанын өзінен басқа ешкім толық түсіне алмайтын. Таңғы 7 шамасында өрт сөндіру қызметінің мамандары соңғы тексерісін аяқтады. Орта жастағы тергеуші қолындағы дәптерге әлденелерді түртіп алды. Сосын Аянға жақындады. Үйдің иесі сіз бе? Иә. Мен тергеуші Олжас Рахметов боламын. Екеуі қол алысты. Алдын ала айтарым, нақты қорытынды сараптамадан кейін шығады. Өрт неден шыққан? Әзірге нақты айта алмаймын. Аян үнсіз тыңдап тұр. Бірақ тергеуші тоқтап қалды. Не болды? Кейбір жайттар күмән тудырып тұр. Аянның жүрегі тағы дүрсілдей жөнелді. Қандай жайттар? Электр жүйесінде өзгерістер бар. Ерлан бірден жақындады. Мен де соны айттым. Тергеуші оған қарады. Сіз кімсіз? Құрылыс инженері. Ерлан телефоннан кеше түсірген суреттерді көрсетті.
Олжас ұзақ қарап шықты. Сосын қабағын түйді. Бұл суреттер қай кезде түсірілді? Кеше кешкісін. Демек өртке дейін. Иә. Тергеуші терең ой қалды. Онда бұл материалдар бізге керек болады. Осы кезде Аянның телефоны шырылдады. Экранда Мөлдірдің есімі. Иә. Арғы жақтан әлсіз дауыс естілді. Аян, жаным, үй. Даусы дірілдеп шықты. Өртенді ме? Аян үнсіз қалды. Ол қалай айтатынын білмеді. Ақырын ғана. Иә. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Бірнеше секунд. Сосын Мөлдірдің ауыр тынысы естілді. Мен сездім. Осы сөзден кейін байланыс үзіліп кетті. Аян бірден қайта қоңырау шалды. Ешкім көтермеді. Жүрегі шым ете қалды. Пәтерге жеткенде есікті Бибігүл апай ашты. Жүзінен ақ бір жамандық болғанын аңғаруға болатын. Аян, Мөлдір қайда? Ауруханаға алып кетті. Аянның өңі қашып кетті. Не болды? Қатты шошынып қалды. Бала ше? Дәрігерлер қарап жатыр. Аян ештеңе деместен қайтадан көлігіне отырды. Аурухана дәлізі. Ақ қабырға. Дәрінің иісі. Тып-тыныш ұзын дәліз. Аян өмірінде дәл осылай қорқпаған шығар. Бірнеше минуттан кейін акушер дәрігер сыртқа шықты. Сіз күйеусіз бе? Иә. Әзірге жағдай тұрақталды. Аян терең демалды. Бірақ бұл сөз тағы да жүрегін шымырлатып жіберді. Анасы қатты күйзеліске түскен. Балаға қауіп бар ма? Қазір нақты ештеңе айта алмаймыз. Не істеуім керек? Ең бастысы, оны қайтадан уайымдатпаңыз. Дәрігер кетіп қалды. Аян орындыққа жайлап отырды. Қолын бетіне басты. Бір күннің ішінде бәрі өзгеріп кеткендей. Әкесінің хаты, өрт, Мөлдірдің ауруханаға түсуі. Бірінен кейін бірі. Кешке қарай Дәурен ауруханаға келді. Ол Аянды дәліздің соңында жалғыз отырған күйі көрді. Өксіз келіп жанына отырды. Біраз уақыт ешкім сөйлемеді. Ақыры Дәурен сөз бастады. Кәмшатқа үйдің өртенгенін айттым. Аян үнсіз қалды. Не деді? Сақтандыруы бар шығар деді. Аян басын көтерді. Көзінде бұрынғыдай мұң емес, суықтық пайда болған. Басқа ештеңе демеді ме? Жоқ. Тағы үнсіздік орнады. Дәурен қалтасынан кішкентай темір кілт шығарды. Мынаны ал. Бұл не? Ескі үйдегі шкафтың кілті. Аян таңырқап қарады. Қай шкаф? Кәмшат ешкімге көрсетпейтін шкаф бар. Сонда? Кеше түнде сол шкафқа бір бума қағазды тығып жатқанын көрдім. Аянның жүрегі тағы бір рет дүрсете қалды. Қандай қағаз? Білмеймін. Неге маған беріп тұрсың? Дәурен ауыр күрсінді. Себебі мен енді үндемей отыра алмаймын. Ол орнынан тұрды. Аян, иә. Менің ойымша, сенің барлық жауабың дәл сол шкафтың ішінде жатыр. Дәурен бұрылып кетіп қалды. Аян алақанындағы кішкентай кілтке ұзақ қарады. Сол сәтте ол бұл жай ғана шкафтың кілті емес екенін сезді. Бұл жылдар бойы жасырып өткерген шындықтың кілті болуы мүмкін еді. Түн ортасы ауып кеткен. Аурухана дәлізінде адамдардың аяғы сиреп, қабырғалардағы шам ғана бозғылт жарық шашып тұр. Дәрігерлердің аяқ дыбысы анда-санда ғана естіледі. Аянның қолындағы кішкентай темір кілт алақанына батып кеткен. Дәурен айтқан сөз санасынан кетпей қойды. Барлық жауабым дәл сол шкафтың ішінде жатыр. Ол дәл қазір екі оттың ортасында тұрғанда еді. Бір жағында ауруханадағы Мөлдір, екінші жағында жылдар бойы жасырылған шындық. Кенет палата есігі ашылып дәрігер сыртқа шықты. Кіріп шыға аласыз. Аян орнынан атып тұрды. Мөлдірдің өңі бозарып кеткен, бірақ күйеуін көргенде әлсіз ғана жымиды. Қорқып кеттің бе? Аян оның қолынан ұстады.
Сендерді жоғалтып аламын ба деп қорықтым. Мөлдір көзін жұмды. Үйді ойлама. Қалай ойламаймын? Үй қайта салынады. Ол ақырын ғана ішін сипады. Тек біздің баламыз аман болсын. Аянның тамағына өксік тығылды. Ол әйелінің маңдайынан сүйді. Мен саған уәде беремін. Қандай? Ешкім енді саған көз жасымды төккізбейді. Мөлдір оның көзіне қарады. Алғаш рет Аянның жанарынан бұрынғы аңғалдықтың жоғалғанын байқады. Оның орнын шешім қабылдаған ер адамның салмақты көзқарасы басқан еді. Ауруханадан шыққан соң Аян көлігін бірден ескі ата-анасының үйіне қарай бұрды. Қала ұйқыға кеткен. Көшелер бос. Тек көше шамдарының жарығы ғана дымқыл асфальтқа түсіп тұр. Үйдің маңына жеткенде барлық терезе қараңғы екенін көрді. Дәурен хабарлама жазып кеткен. Кәмшат балаларды алып анасының құрбысына кетті. Таңға дейін келмейді. Аян үнсіз ғана қақпаны ашты. Бұл үйге соңғы рет бірнеше ай бұрын келген. Бәрі сол күйі. Ескі алма ағашы. Әкесінің қолымен жасаған орындық. Анасы гүл еккен шағын бақша. Бала күннің иісі аңқып тұрғандай. Бір сәтке жүрегі шым етіп кетті. Үйге кіргенде бәрі тып-тыныш еді. Ол аяқ киімін шешпестен бірден екінші қабатқа көтерілді. Дәурен айтқан бөлме есігі жабық тұр. Кілт дәл келді. Құлып сықырлап ашылды. Ішке кіргенде алғашында ештеңе ерекше көрінбеді. Киім салынған шкаф, ескі айна, бұрыштағы кітап сөресі. Бірақ Аянның назары бірден қабырғаға тірелген үлкен ағаш шкафқа ауды. Шкафтың төменгі бөлігіне тағы бір құлып салынған. Дәурен берген кілт дәл соған арналған екен. Құлып ашылғанда жүрегі қатты соғып кетті. Есікті баяу ашты. Алғашқы сөренерде жай ғана көрпелер мен ескі киімдер тұр. Дәурен қателескен шығар деп күбірледі. Бірақ дәл сол сәтте көзі шкафтың ең түбіндегі ағаш тақтайға түсті. Басқаларынан сәл көтеріңкі. Ол еңкейіп, тақтайды қолымен ақырын көтерді. Астынан шағым қуыс шықты. Қуыстың ішінде қалың көк папка жатыр. Аян папканы шығарды. Шаң басып кеткен. Бірақ үстінде қара маркермен бір ғана сөз жазылған. Мұра. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол папканы ашты. Ішінен жер телімдерінің көшірмелері шықты. Пәтердің техникалық төлқұжаты, ескі келісім шарттар, банк анықтамалары. Әкесінің қолмен жазылған бірнеше жазба. Бір құжатқа көзі түскенде демі ішіне тартылды. Қалалық 2 бөлмелі пәтер. Құжаттың төменгі жағында сатып алушылар Серік Сәрсенов және Гүлзира Сәрсенова. Ал келесі бетте меншік иесі ретінде уақытша қызы Кәмшат Серік қызы рәсімделеді. Аян көзін уқалап қайта қарады. Уақытша. Осы сөз жүрегіне найзадай қадалды. Демек, әкесі өтірік айтпаған. Райхан апада өтірік айтпаған. Жылдар бойы шындықты жасырып келген адам. Өз туған әпкесі. Осы кезде дәліз жақтан әлсіз дыбыс шықты. Аян жалт қарады. Біреу баспалдақпен жоғары көтеріліп келе жатқандай. Ол папканы тез жауып үлгерді. Есіктің сыртында аяқ дыбысы анық естілді. 1, 2, 3. Сосын бөлме есігінің тұтқасы баяу қозғалды. Аян демін ішіне тартып қалды. Есіктің тұтқасы тағы бір рет қозғалды. Бөлменің іші жым-жырт. Ол папканы тез жауып, шкафтың есігін ақырын ғана итеріп жапты. Жүрегі кеудесін жарып шығатындай соғып тұр. Есіктің сыртындағы адам бір сәт үнсіз тұрды. Сосын әлдекімнің күрсінгені естілді. Аян, іштесің бе? Бұл Дәуреннің дауысы еді. Аян ауыр тыныс алып есікті ашты. Сен бе? Қорқыттың ба? Бір сәтке Дәурен оның өңіне қарап бәрін түсінді. Таптың ба? Аян үндеместен көк папканы көрсетті.
Дәурен көзін жұмып басын изеді. Демек әлі жоймаған екен. Сен мұның бар екенін білгенсің ғой. Ішінде не барын білмедім. Бірақ Кәмшаттың осы папканы ешкімге көрсетпейтінін талай рет көрдім. Екеуі бөлменің ортасына келіп отырды. Аян құжатжаттарды қайтадан жайып шықты. Әр қағаз өткен өмірдің үнсіз куәсындай. Кенет папканың арасынан бүктелген кішкентай ақ қағаз түсіп кетті. Аян оны көтеріп алды. Бұл банк ұяшығына қатысты түбіртек екен. Ұяшық нөмірі көрсетілген. Төменгі жағында бір ғана есім жазылып тұр. Кәмшат Сәрсенова. Аян таңырқай қарап қалды. Банк ұяшығы. Дәурен де жақындап келді. Бұны бірінші рет көріп тұрмын. Аян түбіртектің күнін оқыды. 5 жыл бұрын рәсімделген. 5 жыл бойы не сақтап жүр сонда? Жауапты ешкім білмеді. Осы кезде төменгі қабаттан әлсіз дыбыс естілді. Біреу есікті ашқан сияқты. Екеуі жалт қарасты. Дәурен сыбырлап: Кәмшат. Аян бірден құжаттарды жинай бастады. Бірақ кеш еді. Төменнен Кәмшаттың даусы анық естілді. Дәурен, үйдесің бе? Дәуреннің жүзі сұп-сұр болып кетті. Ол ерте келіп қалыпты. Бізді көрсе, бәрі бітеді. Аян папканы қолына алды. Мен шығамын. Қалай? Артқы баспалдақпен. Дәурен басын шайқады. Ол жақтан өтсең көріп қояды. Осы сәтте Кәмшаттың аяқ дыбысы баспалдақпен жоғары көтеріле бастады. 1, 2, 3. Әр қадам жақындаған сайын уақыт баяулағандай. Аянның көзі бөлмені шолып өтті. Қашатын жер жоқ. Дәурен кенет шкафты нұсқады. Ішіне кір. Аян қарсы үлгермеді. Дәурен оны үлкен шкафтың ішіне итеріп жіберді. Есікті ақырын жапты. Келесі секундта бөлменің есігі ашылды. Сен мұнда не істеп жүрсің? Кәмшаттың даусы салқын шықты. Ескі киімдерді қарап тұрмын. Түн ортасында ма? Ертең қайырымдылыққа береміз деген едің ғой. Кәмшат үнсіз қалды. Ол бөлмені көз жүгіртіп шықты. Шкафқа қарай 2 қадам басты. Аян іште демін ішіне тартып қатып тұр. Егер дәл қазір есікті ашса, бәрі бітеді. Кәмшат қолын шкафтың тұтқасына созды. Бірақ сол сәтте төменнен телефон шырылдады. Біреу хабарласып жатыр, деді Дәурен. Кәмшат ашулана күрсінді. Қазір келемін. Ол бұрылып бөлмеден шығып кетті. Аяқ дыбысы төменге түсіп кеткенше Аян орнынан қозғалмады. Бірнеше секундтан кейін ғана Дәурен шкафтың есігін ашты. Екеуі бір-біріне үнсіз қарады. Тағы 5 секунд кешкенде, Аянның маңдайынан суық тер сорғалап тұр екен. Папканы көлікке салып болған соң, Аян бірден үйіне қайтпады. Ол көлікті қаланың орталығындағы банк ғимаратының алдына тоқтатты. Түн болғанымен, банк қабырғасындағы камералар мен күзет жарығы анық көрініп тұр. Оның ойында бір ғана сұрақ. 5 жылдан бері Кәмшат банк ұяшығында нені сақтап жүр? Егер сол ұяшық ашылса, мүмкін ата-анасының жоғалған құжаттары сонда жатқан шығар. Мүмкін бәрін өзгертетін дәлел де сол жерде шығар. Бірақ дәл осы сәтте Аян банктың қарсы бетінде өзіне қадала қарап тұрған қара түсті көлікті байқамады. Көліктің ішінде отырған белгісіз адам телефонын құлағына тақап, жай ғана. Ол папканы алып кетті. Енді бәрі жоспардан тыс кетіп барады, деді. Түн ерекше ұзақ көрінді. Аян үйіне қайтқанымен көзіне ұйқы кірмеді. Қонақ бөлмесінің үстеліне көк папканы жайып қойып, әр қышеже соғзар құжатты қайта-қайта қарап шықты. 1 қағаз, 2 қағаз, 3 қағаз. Барлығы бір-бірімен байланысқандай, бірақ ең маңызды нәрсе жетіспейтіндей сезілді. Мөлдір ауруханада жатқандықтан үй іші бұрынғыдан бетер бос көрінді.
Тек қабырға сағатының тықылы ғана естіледі. Таңға жуық Аян көзі ілініп кеткенін өзі де байқамай қалды. Таңғы 8-де телефон шырылынан оянды. Экранда белгісіз нөмір. Тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе, Аян Серіғұлы? Иә. Мен тергеуші Олжас Рахметовпын. Тыңдап тұрмын. Өртке байланысты сараптаманың алғашқы қорытындысы шықты. Аян орнынан атып тұрды. Не деді? Кеңсеге келсеңіз дұрыс болар еді. Қазір барамын. Қалалық полиция басқармасы. Терезеден түсіп тұрған күн сәулесі бөлменің ішін жарық қылғанымен атмосфера ауыр еді. Олжас үстен үстіндегі папканы ашты. Аян, сізге бірден айтайын. Иә, біз өрттің кездейсоқ шыққанына күмәнданамыз. Аян үнсіз қалды. Нақты айтқанда, тергеуші сараптама қағазын алды. Электр жүйесіне әдейі өзгеріс енгізілген. Ерланның айтқаны рас болып шықты. Яғни, бұл жай ғана техникалық ақау емес. Сонда біреу, иә, әдейі істеген болуы мүмкін. Аянның жұдырығы өзінен өзі түйілді. Осы кезде есік қағылып Ерлан кірді. Ол да шақырған екен. Келдің бе? Иә. Олжас екеуіне кезек қарап шықты. Кеше кешкі бақылау камераларын тексердік. Аян бірден еңкейіп тыңдай қалды. Құрылыс маңындағы көшеде бір көлік бірнеше рет жүрген. Қандай көлік? Қара түсті ескі Toyota Camry. Ерлан селгете қалды. Кеше мен де сондай көлікті көрдім. Нөмірін көрдіңіз бе? Өкінішке қарай жоқ. Тергеуші басын изеді. Камера сапасы да анық емес. Ішінде кім болғанын көре алмадыңыздар ма? Жоқ. Демек, әзірге нақты ештеңе айта алмаймыз. Аян сәл ойланып отырды да кенет көк папканы алдына қойды. Менде де сізге көрсететін нәрсе бар. Ол құжаттарды біртіндеп шығара бастады. Олжас оларды асықпай қарап шықты. Бір кезде көзі бір қағазға түсті. Тоқтаңыз. Ол құжатты қайта алды. Ұзақ қарады. Сосын қабағы түйілді. Бұл қайдан шықты? Әпкемнің шкафынан. Сенімдісіз бе? Иә. Тергеуші қағазы жарыққа тосып қарады. Қызық, не болды? Мына жерде түзету бар. Аян түсінбей қарады. Қандай түзету? Меншік иесінің күні өзгертілген. Сонда құжаттың түпнұсқасына кейін өзгеріс енгізілген болуы мүмкін. Аянның жүрегі дүрсілдеп кетті. Жалған ба? Әзірге олай деп айта алмаймын. Бірақ күмән бар ма? Өте үлкен күмән бар. Осы сәтте Олжастың телефоны шырылдады. Ол тыңдап отырып бірден орнынан тұрды. Не? Бөлмедегілер үнсіз қалды. Қоңырауды аяқтаған соң тергеуші Аянға қарады. Біз жаңа ғана тағы бір мәлімет алдық. Қандай? Кеше түнде сіздің құрылыс маңындағы камералардың бірінен тағы бір адам анықталған. Кім? Өкінішке қарай беті көрінбейді. Сонда, бірақ тергеуші тоқтап қалды. Оның қолында бір зат болған. Не зат? Жанармай құятын шағын канистрге ұқсайды. Бөлме ішін ауыр үнсіздік басты. Ерлан бірінші болып тіл қатты. Демек, иә. Олжас басын изеді. Өрттің әдейі қойылған болуы әбден мүмкін. Осы уақытта Кәмшат жұмыста отырған. Бірақ көңілі жұмыста емес. Телефонын қайта-қайта қарап қояды. Кенет белгісіз нөмірден хабарлама келді. Аян құжаттарды тауып алды. Кәмшаттың өңі қуарып кетті. Телефон қолынан түсіп кете жаздады. Бірнеше секундтан кейін тағы бір хабарлама келді. Егер банк ұяшығына жетсе, бәрі бітеді. Кәмшат орнынан атып тұрды. Жоқ, деп сыбырлады. Бұған жол бере алмаймын. Ол сөмкесін ала сала жұмыстан жүгіріп шықты. Қайда бара жатқанын өзі де анық білмейтін. Бірақ бір ғана ой миын тесіп бара жатты. Банк ұяшығы. Егер Аян соған жетсе, жылдар бойы жасырып келген құпия бір күннің ішінде күлге айналатынын Кәмшат жақсы түсінді.
Таразым орталығындағы банк ғимараты күн сайынғыдай адамға лық толы еді. Бірі несие рәсімдеп жүр, бірі коммуналдық төлем төлеп тұр, бірі депозит мәселесімен келген. Ал Аян үшін бұл ғимарат бүгін мүлде басқа мағынаға ие болатын. Ол қолындағы көк папканы қыса ұстап, орталық есіктен ішке кірді. Кеше түннен бері бірақ ой санасынан кетпей қойған. 5 жылдан бері банк ұяшығында не сақтаулы тұр? Егер әкесінің айтқаны рас болса, егер Райхан апаның сөзі рас болса, онда ең маңызды дәлел дәл осы жерде болуы мүмкін. Сәлеметсіз бе? Қабылдау бөліміндегі қызметкер жылы жүзбен қарсы алды. Маған банк ұяшығына қатысты ақпарат керек еді. Қандай ұяшық? Аян түбіртекті ұсынды. Қыз компьютерден тексере бастады. Бірнеше минуттан кейін оның жүзі салмақтанып кетті. Кешіріңіз. Иә, бұл ұяшық иесі сіз емессіз. Білемін. Сондықтан біз ешқандай ақпарат бере алмаймыз. Аян дәл осылай боларын күткен. Онда нотариус пен тергеушіні шақыруыма тура келеді. Қыз сәл абдырап қалды. 1 минут күте тұрмыз. Жарты сағаттан кейін банкке тергеуші Олжас келді. Ол банк басшылығына өрт ісі мен мұраға қатысты тергеудің басталғанын түсіндірді. Құжаттар тексерілген соң, банк қызметкерлері арнайы сақтау бөлмесіне қарай бастады. Қалың темір есіктің ар жағында ондаған ұяшық орналасқан. Қызметкер ұзын дәліздің соңына барып тоқтады. Міне, ұяшықтың нөмірі дәл түбіртектегімен бірдей. Құлып ақырын ашылды. Аянның жүрегі бұрынғыдан да қатты соғып кетті. Есігі ашылғанда ішінен шағын қара бұлғары папка шықты. Басқа ештеңе жоқ. Олжас қолғап киіп папканы үстелге қойды. Ашайық. Папканың ішінде 3-ақ зат жатты. Біріншісі, ата-анасының үйі мен пәтерін сатып алған кездегі түп нұсқа келісім шарт. Екіншісі, Гүлзираның, яғни анасының қолымен жазылған хат. Үшіншісі, бір флеш-жад. Аян аң-таң болды. Флешка? Олжас оны қолға алып қарады. Бұны міндетті түрде тексереміз. Ал Аян анасының хатын ашты. Қағаздың шеттері сарғайып кеткен, бірақ жазуы анық сақталған. Қызым Кәмшат, егер бір күні бұл хатты оқып отырсаң, демек біз қасында жоқпыз. Есінде болсын, қаладағы пәтер екеуіне ортақ. Аян ержеткен күні бәрін тең бөліп бер. Бұл әкең екеуміздің ортақ шешіміміз. Аян әрі қарай оқи алмады. Көзінен жас ыршып кетті. Тергеуші де үнсіз қалды. Бұл хат заңдық құжат болмағанымен, отбасының шынайы ниетін анық көрсетіп тұр еді. Дәл осы кезде банк есігі тарс ашылды. Кәмшат ентігіп ішке кірді. Жан-жағына алақтай қарап, сақтау бөлмесіне қарай жүгірді. Бірақ күзетші жолын бөгеді. Кіруге болмайды. Ол менің ұяшығым. Қазір тергеу жүріп жатыр. Жіберіңіз. Оның дауысы бүкіл банкке естілді. Аян сыртқа шыққанда әпкесімен көздері түйісті. Екеуі бірнеше секунд үнсіз тұрды. Кәмшат бірінші болып тіл қатты. Сенің бұған қандай құқығың бар? Аян сабырлы ғана жауап берді. Дәл осы сұрақты мен саған қойғым келген. Кәмшат үндемеді. Неге үндемедің, әпке? Неге жылдар бойы өтірік айтып келдің? Кәмшаттың жүзіндегі сенімділік бір сәтке жоғалып кетті. Бірақ ол тез есін жинады. Сен ештеңе дәлелдей алмайсың. Аян қолындағы анасының хатын көтерді. Бұны да ма? Кәмшаттың өңі бозарып кетті. Бұл ананның өз қолымен жазған хаты. Ол заңды құжат емес. Бірақ шындық. Кәмшат ернін тістеп қалды. Сол сәтте тергеуші Олжас флешканы ноутбукке салды. Экранда бірден бейне жазба ашылды. Бөлмедегілердің бәрі экранға қарады. Камера үйдің қонақ бөлмесінде түсірген. Күні ата-анасы жол апатына ұшыраудан 3 күн бұрын. Экранда Серік пен Гүлзира отыр. Әкесі камераға қарап сөйлей бастады.
Егер бұл жазбаны балаларым көріп отырса, демек біз жанында жоқпыз. Аянның тынысы тарылып кетті. Ал Кәмшаттың қолындағы сөмке жерге сусып түсті. Өйткені ол бұл бейне жазбаның бар екенін өмірінде алғаш рет көріп тұрған жоқ еді. Банктың шағын мәжіліс бөлмесінде тыныштық орнады. Ноутбук экранына қадалған көздердің ешқайсысы кірпік қақпады. Бейне жазба дірілдеп барып анық көріне бастады. Экранның арғы жағында әкесі Серік, ал жанында анасы Гүлзира отыр. Екеуінің жүзінде жылы күлкі. Олар дәл осы бейне жазбаны балаларына арнап түсіріп отырғандарын сездірмейтіндей сабырлы еді. Серік камераға тіке қарап сөйледі. Кәмшат, Аян, егер бұл бейне жазбаны көріп отырсаңдар, демек біз өмірде жоқпыз. Бірақ біздің сендерге деген аманатымыз тірі болуы керек. Аянның жүрегі шым ете қалды. Әкесінің дауысын соңғы рет 14 жыл бұрын естіген. Ал бүгін сол дауыс қайта тірілгендей болды. Гүлзира сөзді жалғастырды. Қызым, сен бізге әрдайым тірек болдың. Ініңе ана орнына ана, әке орнына әке боласың деп сендік. Бірақ бір нәрсені ешқашан ұмытпа. Әділдік жоғалған үйде береке болмайды. Кәмшат ернін тістеп, көзін экраннан тайдыра алмады. Серік үстен үстіндегі құжаттарды көрсетті. Қаладағы 2 бөлмелі пәтерді уақытша Кәмшаттың атына рәсімдедік. Себебі Аян әлі кәмелетке толмаған еді. Бірақ бұл пәтер ешқашан бір адамның меншігі болған емес. Ол екеуінің ортақ несібелерің. Аян көзін жұмып жіберді. Іштегі соңғы үміті де үзіп түскендей. Өйткені енді бәрі анық еді. Жылдар бойы әпкесі өтірік айтып келген. Гүлзира тағы сөйледі. Ал ауылдағы үйді кейін өздерің ақылдасып шешіндер. Біз үшін ең бастысы сендердің бір-біріне сүйеу болып қалуларың. Байлық кетеді, үй бұзылады, ақша таусылады. Бірақ бауырлық жоғалса, оны ешкім қайтара алмайды. Бейне жазба аяқталды. Экран қараңғыланып қалды. Бөлмеде ұзақ уақыт ешкім сөйлемеді. Тіпті тергеуші Олжас та үнсіз отырды. Ақыры үнсіздікті Кәмшат бұзды. Бұл даусы қарлығып шықты. Бұл ескі видео ғана. Аян баяу бұрылып әпкесіне қарады. Ескі болса да шындық. Бұл заң емес. Жоқ. Аян сабырмен жауап берді. Бірақ бұл ар. Кәмшаттың жүзі қызарып кетті. Сен мені соттамақсың ба? Жоқ. Онда не қалайсың? Аянның даусы баяу шықты. Мен сенен ештеңе сұрамадым. Бір рет болса да өзің келіп, Аян, бұл екеумізге ортақ еді, десен болды. Мен саған бәрібір сенетін едім. Кәмшат үндемеді. Өйткені мұндай сөзді күтпеген. Тергеуші Олжас үстелдегі құжаттарды жинап жатып, бізге тағы бірнеше сараптама қажет болады деді. Қандай? Құжаттарға. Неге? Кейбір қолтаңбалар күмәнді көрінеді. Кәмшат бірден басын көтерді. Қандай қолтаңба? Олжас оның жүзіне қарап қалды. Сіз қай құжат туралы айтып тұрсыз? Кәмшат жауап бере алмай қалды. Өйткені ешкім нақты қай құжат екенін айтпаған еді. Бөлмедегі бәрі бірден оған қарады. Кәмшат өз қателігін кеш түсінді. Ол асығыс. Жалпы айтып тұрмын, деп ақталмақ болды. Бірақ кеш еді. Олжастың көзі сығырайып кетті. Қызық. Банк ғимаратынан шыққан соң Аян көлігіне отырмады. Ол ғимарат алдындағы орындыққа барып отырды. Күн төбеге көтеріліп кеткен. Адамдар жанынан өтіп жатыр. Бірақ еш қайсысын көріп тұрған жоқ. Бала кезі көз алдына келді. Кәмшат оны мектепке жетектеп апаратын. Ауырып қалса, түн ұйқысын бөліп жанында отыратын. Ал бүгін сол адамның дәл өзі туған інісінің өмірін күйретуге дейін барған. Көзінен еріксіз жас шықты. Неге әпке? Бұл сұраққа жауапты ешкім бере алмады.
Ал дәл сол уақытта Кәмшат көлігінің ішінде жалғыз отыр еді. Қолы дірілдеп, телефонды әрең ұстап отыр. Көзіне қайта-қайта бейнежазба елестейді. Анасының соңғы сөзі: «Әділдік жоғалған үйде береке болмайды». Кәмшат рөлге басын қойып жылап жіберді. Бұл оның соңғы жылдардағы алғаш рет шын жылауы еді. Бірақ бұл өкініштен туған көз жасы ма? Әлде бәрінен айырылып қалудан туған қорқыныш па? Оны өзі де ажырата алмады. Дәл сол сәтте телефоны тағы безілдеді. Белгісіз нөмір. Ол тұтқаны көтерді. Арғы жақтан ер адамның соғық дауысы естілді. «Кәмшат ханым». «Иә, сіз бізге уәде берген ақшаны әлі алған жоқпыз». Кәмшаттың өңі бірден өзгерді. «Қондадай ақша? Ұмытып қалдыңыз ба? Үй өртенгеннен кейін төлем жасаймын деген өзіңіз едіңіз». Кәмшаттың жүрегі тас төбесіне шықты. Жан-жағына алақтап қарады. «Сіз қателескен шығарсыз». «Жоқ». Арғы жақтағы адам жай ғана күлді. «Мен ешқашан қателеспеймін». Қоңырау үзіліп кетті. Кәмшат телефонды қолынан түсіріп алды. Демек, өртке қатысты өзі ғана білетін құпия енді тағы бір адамның қолында еді. Ал сол адам кез келген сәтте сөйлеп кетуі мүмкін. Кәмшат көлігінің ішінде ұзақ отырды. Қолы мұздап кеткен. Телефонның экраны әлде қашан сөніп қалғанымен, жаңағы қоңыраудың әр сөзі құлағында жаңғырып тұр. «Үй өртенгеннен кейін төлем жасаймын деген өзіңіз едіңіз». Ол қайта-қайта басын шайқады. «Жоқ, жоқ, бұлай болмауы керек». Өзін жұбатқысы келді. Мүмкін біреу қалжыңдап тұрған шығар. Бірақ жүрегі оған сенбеді. Себебі әлгі дауысты бұрын естіген. Қайда екенін ғана есіне түсіре алмай отыр. Осы кезде тергеуші Олжас кабинетіне қайта келген болатын. Ол банктен алынған флешканы тағы бір рет компьютерге қосты. Бейне жазбаны қайта қарап отырып, бір нәрсеге көзі түсті. Серік сөйлеп отырған кезде үстелдің шетінде көк түсті папка жатыр. Дәл Аян тапқан папка. Ал оның үстінде тағы бір кішкентай ақ конверт көрінеді. Бейне аяқталған кезде Серік әлгі конвертті қолына алады. Бірақ ары қарай жазба үзіліп кеткен. Қызық. Ол бейнені қайтадан тоқтатты. Қадырды үлкейтті. Конверттің бетінде қолмен жазылған бір сөз анық көрінді. Өсиет. Демек, тағы бір құжат болған. Ол бірден Аянға хабарласты. Аян дәл сол уақытта ауруханаға кіріп бара жатқан. Мөлдірдің жағдайы сәл жақсарған екен. Ол күйеуін көргенде әлсіз ғана жымиды. «Келдің бе?» «Иә». «Бүгін жүзің бір түрлі». Аян орындыққа жайлап отырды. «Саған бәрін айтайын деп едім». Ол анасының хатын, бейне жазбаны, банк ұяшығын түгел баяндап шықты. Мөлдір үнсіз тыңдады. Әңгіме біткенде ғана жайлап: «Мен саған бір нәрсе айтайын ба?» «Айт». «Мен ешқашан Кәмшат апайды жеңгім келген жоқ, білемін. Бірақ қазір қорқып жүрмін». «Неден?» «Адам шындықты жасыру үшін қаншалықты алысқа бара алады?» Бұл сұрақ Аянның да жүрегін тіліп өтті. Себебі ол да дәл осыны ойлап жүрген. Телефон тағы шырылдады. Бұл жолы Олжас еді. «Аян, тезірек келе аласың ба?» «Не болды?» «Біз маңызды нәрсе таптық». «Не нәрсе?» «Бейне жазбада тағы бір құжат болған». «Қандай құжат?» «Өсиет деген конверт». Аян орнынан атып тұрды. «Өсиет?» «Иә». «Ол қайда?» «Соны іздеуіміз керек». Дәл осы уақытта Кәмшат үйіне асығыс кірді. Екінші қабаттағы бөлмеге жүгіріп шықты. Шкафтың түбіндегі жасырын орынды ашты. Бос. Көк папка жоқ. Ол оны күткен. Бірақ дәл жанындағы кішкентай қуысты ашқанда өңі бозарып кетті. Жоқ. Ішінде бұрын жатқан ақ конверт те жоқ. Кәмшат екі қолмен басын ұстап отырды. Болмайды. Ол мұны таппауы керек еді. Сол сәтте есіктен Дәурен кірді. «Не іздеп жатырсың?»
Кәмшат селк ете қалды. Ештеңе. Өтірік айтпа. Саған қатысы жоқ. Дәурен оның жанына келді. Әлгі жоғалған конвертті іздеп жатырсың ба? Кәмшат жалт қарады. Мен оның болғанын бұрыннан білетінмін. Қайда? Білмеймін. Өтірік. Жоқ. Дәурен алғаш рет әйелінің көзіне тіке қарады. Бірақ бір нәрсені анық білемін. Не? Сен бұл өтірікпен енді ұзақ өмір сүре алмайсың. Кәмшат ашудан дірілдеп кетті. Бәрін мені жау көріп алдыңдар. Жоқ. Дәуреннің даусы тыныш шықты. Біз сені емес. Сенің ашкөздігіңді көрдік. Бұл сөз Кәмшатқа шапалақтан да ауыр тиді. Кешке қарай тергеуші Олжастың кабинетінде Аян, Ерлан және нотариус Салтанат жиналды. Салтанат папкадағы құжаттарды қайта қарап отырып кенет тоқтап қалды. 1 минут. Барлығы оған қарады. Мына қолтаңба. Не болды? Бұл Серік ағайдың қолы емес. Аянның жүрегі зу ете қалды. Қалай? Мен олардың бірнеше құжатын салыстырдым. Сонда бір құжаттағы қолдан жасалған. Бөлмеде тыныштық орнады. Олжас жай ғана. Егер бұл дәлелденсе, онда Салтанат көзілдірігін шешіп үстелде қойды. Онда бұл жай ғана мұра дауы емес. Бұл құжатты қолдан жасау арқылы жасалған алаяқтық. Аян көзін жұмып жіберді. Енді бәрі бұрынғыдан да күрделене түскен еді. Ал дәл сол сәтте тергеушінің телефонына жаңа хабарлама келді. Белгісіз адам бір ғана сурет жіберіпті. Суретте ақ түстісі конверт. Бетінде бір ғана сөз жазылған. Өсиет. Ал төменгі жағында: егер шындықты білгіңіз келсе, бүгін түнде сағат 12-де ескі теміржол қоймасына жалғыз келіңіз. Тараздың ескі теміржол қоймасы қала шетіндегі ұмыт қалған орындардың бірі еді. Кезінде мұнда күн түндемей жүк пойыздары келіп кететін. Қазір бәрі қаңырап бос қалған. Тот басқан рельстер, сынық терезелер, желмен сықырлаған темір есіктер. Түнгі 11-ге қарай Аян көлігін қоймадан 200 метрдей жерге тоқтатты. Тергеуші Олжасқа хабарламаны көрсеткенімен, ол бірден әрекет етуге асықпады. Бұл тұзақ болуы мүмкін деген еді. Бірақ Аянның көкейіндегі бір ғана ой маза бермеді. Егер шынымен өсиет сонда болса ше? Ол жалғыз келгендей көрінгенімен, Олжас пен Ерлан алыстан бақылап тұруға келіскен. Егер бірдеңе болса, араласады. Сағат тілі тура 12-ні көрсетті. Қойма ішінен аяқ дыбысы шықты. Аян жалт бұрылды. Қараңғылықтан қара күртеше киген адам көрінді. Басы капюшонмен сабылған, жүзі анық көрінбейді. Ол бірнеше қадам жақындап тоқтады. Сен Аянсың ба? Иә. Жалғыз келдің бе? Иә. Бейтаныс адам мысқылдай жымиды. Өтірік айтпа. Аян үнсіз қалды. Әлгі адамның дауысы бір түрлі таныс сияқты, бірақ қайдан естігенін есіне түсіре алмады. Сен іздеп жүрген құжат менде. Өсиет пе? Иә. Көрсет. Бейтаныс адам қалтасынан ақ конверт шығарды. Дәл суреттегі конверт. Бетінде көк сиямен бір ғана сөз жазылған. Өсиет. Аянның жүрегі тарсылдап кетті. Маған бер. Оңай емес. Не, қалайсың? Әлгі адам үнсіз күліп жіберді. Сенің әпкең маған қарыз. Аян қабағын түйді. Қандай қарыз? Ол саған айтпады ма? Не туралы? Сендердің үйлерің жайлы. Аян бір қадам алға басты. Нақты сөйле. Үй өздігінен жанған жоқ. Бұл сөз қойманың ішімен жаңғырып кеткендей болды. Аянның жұдырығы түйіліп кетті. Не айттың? Естідің. Сонда өрт кездейсоқ болған жоқ. Осы кезде қойманың сыртында тұрған Ерлан бәрін естіп тұрды. Қасына Олжас келді. Әлі араласпаймыз? Неге? Айтсын. Бірақ бізге мойындағаны керек.
Екеуі үнсіз бақылауын жалғастырды. Қойманың ішінде үнсіздік орнады. Аян әлгі адамның жүзіне үңілді. Сен кімсің? Мені танымайсың. Онда неге араластың? Ақша. Кімнің ақшасы? Әлгі адам иығын көтерді. Сенің әпкең жақсы төлейтінін айтты. Аянның бойынан тоқ жүргендей болды. Өртті сен қойдың ба? Жоқ. Онда кім? Мен тек электр қалқанын өзгертіп кеттім. Не? Қалғанын оттың өзі істеді. Аян бір сәтке демала алмай қалды. Демек, Ерлан көрген көлеңке, өзгертілген сымдар, бәрі рас болған. Кәмшат не деді? Үй толық жанбаса да, жарамсыз болып қалса болды деді. Неге? Сен үйсіз қалсаң? Әлгі адам жымиды. Әйелінмен ұрсып, қайта әпкеңнің үйіне барады деп ойлаған. Аянның көз алдына Мөлдірдің ауруханадағы жүзі келді. Іштегі сәби, өрт, көз жасы. Бәрі бір сәтте қайта оралғандай болды. Сендер, даусы дірілдеп шықты. Сендер менің балама дейін ойламадыңдар ма? Бейтаныс адам үнсіз қалды. Маған бәрібір еді. Саған бәрібір? Аян алға қарай ұмтылғанда, әлгі адам жалт бұрылып қаша жөнелді. Қазір! Олжас айқайлап жіберді. Қараңғылықтан бірден полиция қызметкерлері шыға келді. Бейтаныс адам қойманың артқы есігіне қарай жүгірді. Темір бөшкелерді аударып өтті. Қоршаудан секірмек болғанда, Ерлан алдынан шыға келді. Екеуі арпалысып қалды. Бейтаныс адам Ерланды итеріп жіберіп, тағы қашты. Бірақ ұзай алмады. Екі полиция қызметкері оны жерге алып жықты. Қолына кісен салынды. Ол қарсылық көрсетуді қойды. Тек ауыр дем алып жатты. Олжас жанына келді. Болды. Мен бәрін айтамын. Айтасың. Бірақ ол Аянға қарап қалды. Мен өрт қойған жоқпын. Мен тек тапсырманы орындадым. Кімнің тапсырмасы? Бейтаныс адам көзін жұмып алды. Бірнеше секундтан кейін ғана жай сөйледі. Кәмшаттың. Осы сөз айтылғанда, қойманың ар жағында тұрған көліктің моторы от алды. Қара түсті жеңіл көлік үлкен жылдамдықпен кері бұрылып, қараңғылыққа сіңіп кетті. Ерлан жалт қарап үлгерді. Біреу бақылап тұрған. Олжаста көліктің арқы шамдарын ғана көріп қалды. Тоқтатыңдар! Бірақ кешеді. Көлік әлде қашан көзден ғайып болған. Ал оны жүргізіп кеткен адамның рөлде отырып қалай жылап бара жатқанын ешкім көрген жоқ. Ол Кәмшат еді. Бүгін алғаш рет ол өзінің құрған өтірік әлемінің бір жола құлап бара жатқанын түсінді. Қойманың алдында түнгі тыныштық қайта орнағандай болды. Тек полиция көліктерінің көк қызыл шамдары ғана қараңғылықты жарып тұр. Қолына кісен салынған ер адам үнсіз басын төмен салған. Тергеуші Олжас оның қарсы алдына келді. Атың кім? Марат. Марат, қазір айтқан сөзіңнің бәрі хаттамаға енгізіледі. Өтірік айтсаң, өзіңе қиын болады. Марат басын көтерді. Жүзінде әлге бір өкініш байқалғанымен, кеш екенін өзі де түсінгендей. Мен өрт қоюға келіскен жоқпын. Онда неге бардың? Маған электр қалқанын бұзып кетуді тапсырды. Кім? Кәмшат. Аянның жұдырығы түйіліп кетті. Марат сөзін жалғастырды. Ол, үй біраз бірінсе болды. Құрылыс тоқтайды. Олар ақша таба алмай қалады. Басқа ештеңе болмайды деді. Ақша берді ме? Жартысын алдын ала берді. Қалғанын өрттен кейін беремін деді. Олжас бәрін үнсіз жазып отырды. Оттың шығатынын білдің бе? Жоқ. Марат көзін сүртіп алды. Мен тек сымды өзгерттім. Жел күшейіп, ұшқын ағашқа тиеді деп ойламадым. Бірақ заң алдында бұл жауапкершіліктен құтқармайды. Білемін. Мараттың иығы салбырап кетті. 2 күннен кейін Кәмшат тергеу бөліміне шақырылды.
Кабинетке кіргенде Аян да Дәурен де сонда отыр екен. Кәмшат ешқайсының көзіне қарай алмады. Үстел үстіне бірінен кейін бірі дәлелдер қойылды. Әкесінің хаты, анасының хаты, бейне жазба, банк яшығынан алынған құжаттар, қолтаңға сараптамасы, Мараттың жауабы, электр жүйесіне жасалған өзгерістер туралы қорытынды. Бөлмеде ауыр үнсіздік орнады. Олжас жай ғана. Айтарыңыз бар ма? Кәмшат ұзақ үнсіз отырды. Содан кейін ғана баяу сөйледі. Бар. Даусы дірілдеп шықты. Мен бәрін осынша жерге дейін барады деп ойлаған жоқпын. Аян алғаш рет әпкесінің көзіне тіке қарады. Ал мен сені мұндай адам болады деп ешқашан ойлаған емеспін. Кәмшаттың көзінен жас ашып кетті. Мен сені жоғалтып аламын деп қорықтым. Аян түсінбей қалды. Нені жоғалтасың? Сен кеткен соң, ол өксіп жіберді. Үйде бос қалды, ақша да азайды. Өзімді жалғыз сезіндім. Дәурен басын шайқады. Сен жалғыздықтан емес, ашкөздіктен жеңілдің, Кәмшат. Кәмшат үнсіз жылады. Бұл жолы ешкім оны жұбатпады. Тергеу бірнеше айға созылды. Сот барлық дәлелдерді қарап шықты. Марат өз кінәсін толық мойындады. Кәмшаттың өртке тікелей қатысы дәлелденбегенімен, қасақана мүлікке зиян келтіруге итермелегені, мұраға қатысты құжаттарды жасырғаны және жалған құжаттарды пайдаланғаны анықталды. Ата-анасынан қалған үй заң бойынша сатылды. Түскен қаражат тең бөлінді. Кәмшат осы уақытқа дейін жасырып пәтер өзінде қалды. Бірақ оның заңсыз әрекеттері үшін өтемақы төлеуге мәжбүр болды. Бұрын өзінікі деп жүрген дүниенің жартысынан айырылды. Ең ауыры ақшадан емес еді. Дәурен бір күні үнсіз ғана чемоданын жинады. Кәмшат асүйдің есігінде үнсіз тұрды. Шынымен кетесің бе? Иә. Жібермейді де айтпайсың ба? Дәурен мұңайып жымиды. Мен сені бірнеше жыл күттім. Бұрынғы Кәмшат қайта оралады деп күттім. Мен өзгеремін. Бұл сөзді көп айттың. Дәурен терең күрсінді. Бірақ бірде-бір рет өзгертпедің. Ол есікке қарай жүрді. Кәмшат соңынан үнсіз қарап қала берді. Есік жабылған дыбыс бүкіл үйді жаңғыртып жібергендей болды. Сол күні ол өмірінде алғаш рет үйдің қаншалықты үлкен әрі бос екенін сезінді. Ал Аян үшін ең маңызды күн әлі алда еді. Күздің алғашқы жаңбыры жауған таң. Мөлдірдің толғағы басталды. Дәрігерлер оның жағдайын бұрыннан бақылауда ұстап жүрген. Өрттен кейінгі күйзеліс өз ізін қалдырған еді. Аян перзентхана дәлізінде ары-бері жүр. Әр минут сағаттай өтеді. Бірнеше сағаттан кейін есік ашылды. Дәрігер күлімсіреп шықты. Құттықтаймын. Аян демін ішіне тартып қалды. Ұлды болдыңыз. Көзінен еріксіз жас шықты. Жағдайлары қалай? Қазір бәрі жақсы. Ол палатаға кіргенде мөлдір әлсіз жымиып жатыр екен. Қолында кіп-кішкентай сәби. Кел. Аян баласын қолына алды. Сәби көзін жұмып, тыныш ұйықтап жатыр. Әлихан, деп сыбырлады ол. Біз сені қанша күттік? 6 айдан кейін. Таразың шетіндегі сол жер телімінде тағы да құрылыс басталды. Бұл жолы Аян бұрынғыдан да нық еді. Ерлан жанында. Достары көмектесіп жүр. Үйдің іргетасына алғашқы кірпіш қойылар сәтте Аян ұлын көтеріп тұрды. Мөлдір күлімдеп қарап тұр. Бұл үй міндетті түрде бітеді, деді Ерлан. Аян басын зеді. Үйткені бұл үй енді тек кірпіштен тұрмайды. Неден? Сабырдан, сенімнен және әділеттен. Сол күні кешке қарай ескі саябақтағы орындықта жалғыз отырған Кәмшат алыстан Аянның отбасын көрді. Әлихан әкесінің қолында мәз болып күліп келеді. Мөлдір олардың қасында. Үшеуі бақытты. Кәмшат орнынан тұрайын деді, бірақ батылы жетпеді. Тек алыстан ғана сыбырлап. Кешір мені мінім, деді. Аян оның дауысын естіген жоқ, бірақ бір сәтке артына бұрылып қарады. Көздері түйісті. Аян басын сәл ғана изеді. Бұл кешірімнің белгісі еді.
бірақ бұрынғы сенімнің емес. Кейбір шаралар жазылғанымен ізі өмір бойы қалады. Тараздың үстінен күн баяу ғана батып бара жатты. Ал жаңа салынып жатқан үйдің іргетасына түскен соңғы сәуле бір шындықты еске салғандай еді. Адам байлығын қайта таба алады. Үйін де қайта тұрғыза алады. Бірақ жоғалған сенімді қайтару үшін кейде бір ғұмыр да жетпейді. Егер осы оқиғаны соңына дейін тыңдап шықсаңыз, пікірге міндетті түрде плюс белгісін қалдырып кетіңіз. Сол арқылы бұл оқиғаны соңына дейін тыңдағаныңызды білетін боламыз. Сонымен қатар, сіз бұл оқиғаны қай қаладан тыңдап отырсыз? Және дәл қазір сіздің қалаңызда сағат қанша? Пікірге жазып кетіңізші. Бәріміз бірге оқып көрейік. Енді сізден бір сұрақ. Сіздің ойыңызша, Аян Кәмшатты толық кешіру керек пе еді? Әлде мұндай сатқындықтан кейін ара қатынасты бір жола үзгені дұрыс па? Ойыңызды міндетті түрде пікірде жазыңыз. Ең қызықты пікірлерді бірге талқылаймыз. Егер осындай өмірден алынған әсерлі хикаяларды жақсы көрсеңіз, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл біздің жаңа оқиғаларды жиі шығаруымызға үлкен қолдау болады. Қолдауларыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі әсерлі хикаяда аман-есен жүздескенше.